Ал достар, мен осы жаңа Софияға келдім, Болгария. Осында тағы да $100 ауыстырып алдым, 83 евро шықты. Естеріңізде болса, мен қайда? Венада долларды ауыстырғанда ол $75 берді маған. $100-ға 75 евро берді, амында 83 евро береді. Яғни Болгарияда курс кішкене тиімдірек. Осы жерден қазір орталыққа барам. Бірге болыңыздар. Әлі екі ел бар. Бұйырса, яғни осы Болгария және Румыния болу керек. Румыниядан кейін мен ойымша мен үйге қайтам. Себебі мен шаршадым. Негізінде алда әлі 3 жұма бар. Мен визам 30 шілдеге дейін. Қазір жалпы тек қана 30 маусым, яғни әлі бір ай бар алда. Бірақ бір айға қалым келмейді. Бұл саяхатта мынау Болгария 7-ші ел. Мен негізіне тойдым. Жалпы саяхатқа тойдым. Өте динамичный болды. Анда барып, мында барып, барлығын көріп. Сондықтан осы екі ел қалды. Сосын көре жатармыз. Саяхат сүйер халық Болгария мен жалпы білмеппін, бірақ тілдері орыс тіліне өте қатты ұқсайды екен. Жазулары, яғни жалпы кириллица да барлығы. И мына жақта евроны көп қолданбайды екен. Жалпы Шенгенге, Шенген зонасына тек қана осы жылы енді Болгария. Сол себептен мен осында кіре алдым. Бірақ былай қарасаңыз, жалпы Ресей мен Турцияның арасында қалып қойған бір мемлекет екен. Жалпы Ресейдің бір әсері үлкен деп айта алмаймын, бірақ тіл жағынан былай ұсқындары, бірақ ұсқындар қатты ұқсамайды. Тіл жағынан, сосын деген евроны қабылдамау жағынан енді кішкене ыңғайсыз болды. Бірақ көре жатармыз тағы да. Ауа райы ыстық. Тана евроға ауыстырып алып, мәз болып кетіп едім. Қазір тағы да ауыстыру керек жергілікті неге. Каспиймен де төлей беру керек, бірақ сонда да жергілікті ақша болған жақсы екен. Бір $50 кем дегенде ауыстырып алсаңыз, себебі кейбір құттай кафелар, олар мысалы картаны қабылдамайды да, тек наличка сұрайды. Жалпы бұл ел маған мынандай әсер етіп тұр. Ондай қатты бай емес, ондай қатты Еуропа сияқты дамыған емес. Жалпы жергілікті халық, сондай атмосфера болып тұр. Негізінде бізден көріңіздер, Болгарияның ахуалы қандай екен. Мен енді евроны осылай жергілікті ақшаға ауыстырып жатырмын. Бұны енді мен Тұрлыбек деген досым көрсе, маған ренжиді. Осы ақшаны маған неге алып келмедің деп. Бірақ досым, қара, мен тек қана 20 евро ауыстырдым. Осыған қазір тамақ ішейін деп жатырмын. Сосын болды. Міне өздерінің ғалымдар ма, жазушылар ма, президенттер ме, бір құдай біледі. Қандай танымалы болгарлар танисыздар? Киркоровтан басқа. Комментарий жаза кетіңіз. Олардың ақшалары лево деп аталады екен. 5 левоға сатып алдым осындай. Енді түскі асын демей-ақ қояйын, бірақ кішкене жүрек жалғау болу үшін. Жалпы көңіл-күй болу үшін. Маған бері байқап келе жатырғаным, мұнда алкоголь өте көп сатылады екен. Алкоголь, сосын жалпы мас адамдарды көп көрдім мұнда. Кіре салғанда тек бір ұнағаны табиғат ұнады. Автобуспен кіріп батырғанды кәдімгідей өте әдемі. Алматы сияқты. Бірақ андай кредит, займ деген нелер көп, рекламалар көп, жарнамалар. Сосын мас адамдар көп көрдім. Сондықтан мен үшін Болгария бұлай ашылады деп ойлаған жоқпын. Жалпы Болгария туралы көп ештеме қарамағанмын. Менің сондай бір ерекшелігім бар. Әр елге барғанда адам негізін дайындалып барады ғой. Оқып, соны ізденіп дегендей, бірақ бізде жұмыс көп болғасын, жұмыспен алсамыз,
саяхатқа ұшып бара тұрғанда тоже жұмыспен алсамыз, клиенттардың, студенттердің, ата-аналардың сұрақтарына жауап беріп, запростарға алдап дегендей. Сондықтан осы келгенде тек бүйтіп ойланып қаласың, қай жаққа келдім деп. Жалпы сол Болгария Шенген зонаға жақын арада кіріп жатқаны біліп тұр жалпы. Біліп тұр. Европаның андай бір ізі көп қалмаған. Бір Балкан, көбінесе Балканның әсері, ықпалы. Сосын кішкене бір сәл-пәл Европаның несі архитектурасы бар болар. Былай негізінде осынайды күткен жоқпын мен. Жалпы халықтың, адамдардың түрлеріне көріп қарап айта аласыз ғой, шамамен ахуал қандай екен. Сол сияқты солай кішкене сезіп жатырмын мен. Мәссаған достар, мен мұнда мүлдем дайындалмай келген екенмін. Мен мұнда мешіт көремін деп ойламаппын. Мына жерде мешіт тұр. Бірақ енді таңғалатын еш нәрсесі жоқ. Осы жерден 400-500 шақырым жерде Стамбул тұр. Яғни Турция өте жақын. Яғни білетін боларсыздар. Осман империясы осында да жетті. Жалпы кезінде Европаны шайқады ғой енді. Европаға Болгария арқылы кіру керек болғасын. Міне кәдімгідей түрік стилінде жасалған мешіт. Осындай әдемі трамвайлар бар. Бірақ ана жерде синагог тұр. Міне көрдіңіз бе? Сондықтан барлығы бір жерде шоғырланған екен. Үй жұмысын жасамаған көрініп тұр да. Мына жақта мешіт табамын деп ойлаған жоқпын. Міне мені тағы таңғалдырған нәрсе, жалпы Макдональдс деген жазылуын кириллицамен бірінші рет көріп тұрмын. Негізінде көбінесе ағылшынша жазылады ғой, енді бәріне түсінікті ғой Макдональдс деген ағылшынша жазылса да, бірақ мында кириллицамен тұр. Массаған, мына жерде көтеріліс болып жатыр, нағыл дейді. Национальный протест дейді. За образование на болгарский лев дейді. Мына жерде қараңыз, адамдар жиналған. Міне журналист бар, жандармерия тұр. Қызық екен. Ай, молодец. Сау, 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 их, шал. Палаткаларым оқымаған, қараңыздар. Кім білген? Мен осындай атап болатын. Народное собрание дейді, мәссаған. Софияның қақ ортасында. Мынау алыстан қарағанда Ресейдің флагын ұқсайды, бірақ жақыннан қарағанда жасыл, ортасына жасыл, сол Болгарияның несі екен, туы екен. Мұнда неге кириллицамен жазылады деп ойласам, негізінде кириллицаны осында ойлап шығарған екен ғой. Осы жақтың монахтары жалпы дінді тарату үшін кириллицаны 9 ғасырда, шамамен плюс-минус 9 ғасыр, 891 жылдары кириллицаны осында ойлап шығарған. Сол себептен жалпы Евросоюзда бұл үшінші алфавит екен. Жалпы оларда латиница бар, тағы бір деме бар. Грек болар мүмкін, үшіншісі кириллица. Сондықтан жалпы бұнда көп тараған. Мына қараңыз мысалға. Орысша алып тұр, барлық түсінікті. Орысша дегенде опера на площади дейді, мысалы опера on the square. Сөздері өте қатты ұқсайды. Сосын мына Совет одағы кезінде жалпы бұл әрине СССР-ның құрамына кірмеді, бірақ сонда да байланыстары өте тығыз болған екен. Көп жылдар, мысалы 40-50-60 жылдар, 50-60 жыл бойы мектептерінде, осында Болгарияда көптеген мектептерде сабақ орысша болған. Яғни орыс тілінде де сабақ берген. Сондықтан бұндағы болгар азаматтары, осындағы тұрғындар 50-60 жастағы одан үлкен кісілер орысша түсінеді, орысша сөйлейді. Солай екен жалпы.
Мұнда келіп мен көп нәрсені өзім үшін біліп жатырмын. Мысалға, соған қоса бұнда цыгандар да көп екен. Қасында әрине Румыния тұр, Рома деген цыгандар өздерін солай атайды. Сол Румыниядан тарағасын. Румыния, Молдова жалпы осы Болгарияда көптеп осында тұрады екен. Сондықтан бұл ел қаншалықты өзіне, қанша культурны өзіне үйдеді, кіргізеді. Қасында түріктер бар. Түріктердің ықпалында болды. Көптеген әсер алды олардан. Мешіттерін көрдік мана. Содан кириллица алфавиті осыдан шыққан. Орыстармен байланыстары өте тығыз болды. Олардан әсер алды. Сосын кейде жұмыссыз жүрген цыгандар өте көп екен. Немен айналысатын? Айлакерлікпен айналысатын. Қайыр сұрап жүретін. Жалпы нелер көп, попрошайкалар көп, мошенниктер көп. Сондықтан осында келіп жатсаңыз мұқият болу керек. Енді Астанада, Астанасында жүрсеңіз, Софияда ондай қылмыс сондай көп болмайды. Бірақ басқа қалаларда баратын болсаңыздар, міндетті түрде сақ болу керек. Қараңыз, табиғат та күшті. Әдемі. Сіз Шенген алып жатсаңыз, Шенген алған ерге байланысты мен мысалы Испанияға алдым, бірақ Испанияға кірмедім. Австрия арқылы кірдім де, ары қарай кетіп қалдым. Негізінде олай кіретін болсаңыз, сіздерден сұрайды міндетті түрде. Испания қашан ұшасың, бронь бар ма деп мысалы. Маған тек қана бір-ақ сұрақ қойды, Австрия кіріп жатырғанда. Қанша уақыт боласың Испания деді, болды. Мен 2 жұма болды кіргізеді. Бірақ кейбір кездерде мысалы бір ситуация болып қалса, сол елде қазір енді әртүрлі болады ғой. Бір конфликттер болып жатса, мысалы көтерілістер болып жатса, мысалы Еуропада, онда ұзағырақ сұрауым мүмкін сізден. Қалай, қайда, неге деген сияқты. Сондықтан сіз басқа елден кіретін болсаңыз, сізде бронь болу керек, билет, гостиница деген сияқты. Мен барлығын просто онлайн жасап қойдым броньдарды. Бірақ төлеген жоқпын. Соны бәрін көрсете салдым басқа елдерге кіргенде. Сосын айтайын деген, менде Болгария мынау Турцияның жанында тұр. Стамбулдан Болгарияға бері қарай автобус бар екен. Экспресс автобус 7-8 сағатта жеткізіп береді. Сондықтан Шенген болса сізде Стамбулға отырып, Стамбулдан бері қарай автобуспен кірсеңіз болады. 30 евро тұрады билет, яғни қанша мың? Шамамен 20 мың теңге. Сондай да вариант бар. Себебі бұрын мен 2 евро тур жасадым. Сонда тоже Испания арқылы алдым, посольстводан. И бірақ мен Петербург арқылы кірдім. Петербург, Финляндия деген автобус бар. 4-5 сағат жүретін. Сонда менде сұрақтар өте көп болды, себебі білесіздер, Ресейде ол кезде жаңа басталып жатырды конфликт. Сондықтан мен ұзақ ұстап ондайда. Бұл енді арзан кіру жолдары Европаға. Әрине Стамбулдан ұшып бара салуға болады Испанияға 50-60 мың теңге. Бірақ Болгария арқылы да кіруге болады 20 мың теңгеге. Жалпы Болгарияны көрем десеңіз, қасында Румыния бар, қасында Греция бар. Грецияға мына жерден бір 5-6 сағат автобуспен, Румынияға 6-7 сағат. Сондықтан осылай кіріп автобуспен жүрсеңіз болады. Бірақ дайын болыңыз, автобуспен кіретін болсаңыз, жалпы саяхат кішкене қиындау болады. Себебі 5-6 сағат автобуста отыру барлығын шыдамына жете бермейді негізінде. Маған кей кездері ішім қатты пісіп кетті автобуспен жүргенде. Дом Москва в Софии дейді мысалға. Дом Москвы в Софии дейді. Керек болса. Опа, бұл жаққа ресейліктер демалуға өте көп келеді. Кешкі ас Софияда. Енді алдынан бері мен армандап жүретін пасты жеймін ба деп пастың осындай түрін алып келді. Шамамен 6 мың теңге кешкі ас. Көріпсіз бе, міне Болгарияның бір ерекшелігі, ойын сауық мынандай азартный игры ойнайтын сондай
легальный екен осында ойнауға болады екен. Сол бір ұнамағаны жалпы көп андай нелер көрдім да. Алкоголь сататын жер өте көп. Кредит, займ деген нәрселер өте жиі кездеседі. Осында игральный бірдеме жиі кездеседі. Ондай кезде, ондай жерлерде бүлік көп болады жалпы. Сол мана мен айтып кеткендей, сыгандар көп мұнда. Аралас жалпы неше түрлі ұлттар бар екен. Сол кіре бергенде байқадым тек. Сосын тағы андай залогқа ұстап кететін не бар ғой. Өте бытовой телефон болсын, не болсын, сақинаң болсын, соны ақшаға ұстап кетесің. Сондай жерлерді көрдім. Өте жиі көрдім. Сондай нәрселерді жиі көрсеңіз болды. Ол көп нәрсені айтады негізінде. Елдің ахуалы жөнінде, менталитет жөнінде, олар проблеманы қалай шешетін жөнінде міне. Мынау просто пограничный екен. Сондай нәрселерге мән беріп жүрсеңіз, жалпы плюс-минус қай жерде жүргеніңізді білесіз. Цивилизация қаншалықты дамыған осы жақта, соны білесіз. Құрметті көрермендер, мен Бухарестке жеттім. Бұл Румыния. Көріп тұрғаныңыздай ғимараттар не ақти, сәл-пәл мына біздің елдегі кейбір райондардың ғимараттарына ұқсайды. Жалпы сезіліп тұр, бұл Американың, бұл Европаның шет екен. Әлі орталыққа жетіп, орталық сізге көрсетермін. Мен Софиядан мұнда түнгі автобуспен келдім, Болгариядан. 7 сағат тұрып келдік. Бір ыңғайлысы хостел ештеме керек емес, автобусты ертіп көресің. Автобус толы болып 80%, 90 болар мұқты. Бірақ мен қасымдағы орындық бос болып, сондықтан мен сонда ұйықтап алдым. Бұл енді мен үшін соңғы ел, осы Евротурда. Бірге болыңыз, көрсетіп көрейін сіздерге Румыния қандай болатын. Дракуланың отаны. Дракула ол енді ойдан шығарылған персонаж ғой. Бірақ сондай мұнда бір патша болған Влад үшінші деген. Ондай мейірімсіз өзінің жауларын кәдімгідей қинап өлтіретін болған. Соған қарап жазған жалпы Дракуланы. Егер үлгерсем, соның замығына барып қайтам. Шын мәнінде сізге айтайын, мен қазір мынандай сезім болып тұр. Жезқазған, бір Семей жақта жүрген сияқтымын. Европа біткен сияқты. Ғимараттары андай көрініп тұр. 2000 жылдың басында, 90 жылдың аяғында салынған, 90 жылдың басында салынған ғимараттар. Жалпы Румынияда, осында да сыгандар өте көп. Халық сондай шамамен 20 миллион. Осы Болгариямен бірге Румынияда Шенген зонасына тек қана осы жылы кірді, 25 жылы. Міне Бухарестта та осындай спальный мешокпен мен уже екінші кісіні көріп жатырмын. Лавочкада ұйықтап жатырған. Бір жағынан ойлап қалдым. Мүмкін бұл акиматтың үйсіздерге бөлетін сондай көмегі ме екен деп ойлап қалдым. Тап сондай түс, тап сондай материал. Сыртта енді ауа райы жылы, таңғы 6:30 қазір. Тағы бір адам. Менде өзімнің проблем бар мына жерде. Маған енді қаланың өзі қатты ұнамаса да, бірақ
парламенттары кәдімгідей үлкен екен. Үлкен, әдемі, жақсы салынған. Қаланың қақ ортасында тұр. €45 ауыстырып алдым. Жергілікті ақшасына 225 лей шықты. Лей деген ақша жалпы достарым менің білет. Молдоваға барғанда алдында лей болды. Румынияда да тоже лей екен. Түр осындай. Мана мен сүрген парламент. Жалпы жаман емес. Менің Бухаресттегі түскі асым бұл паста, етпен ас болсын балықтарына. Мынандай көлікті мен бірінші рет көріп тұрмын. Андай фотода бейт, қолмен бейт, қысып тастайтын фотолар бар ғой, бейт. Сол сияқты мынау. Барлық жері сып кетті ғой. Мынау 1 метр мына қараңыз. Мына жері 1 метр. 1. Так, мына жағы 2 метр. 2-де 1. Рора деген көлік. Ровка деген пысқармайтын машина болып тұр ғой. Қызық екен. Бейт қысып тастаған сияқты фотода. Ал құрметті қазақстандықтар, бауырларым, мен қазір осы саяхатымдағы ең үлкен тамақ порциясын алдым. Жалпы сәті түсті. Түріктерден тағы да. Бұны осы жерден 56-57 лейға. Қателеспесем ол 6-7 мың теңге. Жалпы түскі ас пен кешкі астың бағасы бірдей, осылай 6-7 мыңға шығады. Үлкен порция. Мынау бар екен. Сосын кола. Жалпы менің көңілім потолок болып тұр. Күшті. Осы маған енді бүгін кешке түнге жетеді. Қатты қуанып отырмын. Осыншама тамақ ішейін деп отырғаныма. Құрметті көрермендер, осымен менің Евротурым біткелі жатыр. 8 мемлекетте болдым. Сізге барлығын өзім көрген нәрсені көрсетуге тырыстым. Бірге болыңыздар. Осы жерде мен Инстаграмды көрсетіп кетем. Сұрақтарыңыз болса маған жазыңыз. Бір жаққа барайын деп атсаңыз, толықтай информация керек болса, мен білетін нәрсемді сізбен бөлсем. Баға туралы айттым. Байқауым бойынша мен әр елге осы 8 мемлекетте болғанда біреуінде де такси алып көрмеппін, автобусқа отырып көрмеппін, көбінесе жаяу жүргенмін. Жалпы Евротурдың қызығырақ түрі, егер сіз правамен келсеңіз, мұнда мопед алып, көлік алып жүрсеңіз, әлдеқайда қызығырақ болады. Мен правамды үйге тастап кеткенмін. Бірақ ешқандай өкініш жоқ, көретін нәрсені көрдім. Сондықтан бірге болыңыздар. Алда әлі көп мемлекет бар, әлі 150 мемлекет бар. Бұрын айттым сізге, менің мақсатым барлық сол 193-196 мемлекетте болу. Сізге осылай көрсетем. Қаланың ішін, табиғатты, транспорт қалай жету керек, менің эмоцияларымды. Сондықтан бұл YouTube канал болғасын, мен ешқандай фейк қосуға тырыспаймын. Ұнамайтын болса ұнамайды деп айтамын. Сондықтан ұнайтын болса ұнайды деп айтамын. Жалпы эмоциялардың бәрі бетінде көрінеді. Саяхаттаңдар. Бұл өте қызық тәжірибе. Жалпы мен қай жерге барсам да, қиындық көрсем де, бірдеме жоғалтып алсам да, саяхаттағанымды үйтпеймін. Қалай айтсам екен, өкінбеймін. Себебі бұл
бұл саяхатта екі қызық нәрсе болды. Екі қиыншылық болды менде. Біріншісі ол Словенияға барғанда Каспий доллар менен қабылдаған жоқ. Яғни мен бір күн тамақ ішпей жүрдім. Екіншісі байқамай Шенген зонынан шығып кеттім мен. Бірақ қайтып кіргізді мені бірдеме қылып. Болды, басқа ешқандай қиындық болған жоқ. Мен жалғыз жүргесін шын айтайын, кішкене бір жалғызсындым, кішкене андай одиноко болды. Бірақ интернет бар кезде жанұяммен хабарласып, достарыммен хабарласып, көңілімді көтеріп кірдім. Жалпы ұзаққа кеткен жоқпын ғой, сонда да бұл Евротур маған жалпы ұнады. Алда тағы бір Евротур бар, себебі Шенген зонадағы әлі 5 мемлекет қалды. Ол Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако және Мальта. Сондықтан бірге болыңдар. Бірақ менің ойымша келесі саяхат менде Азияға болады. Жақын арада видео шығаруға тырысамын ол туралы. Көріскенше.